Атырау қаласында өткен үлкен Еранғайыптың 70 жылдығына арналған үлкен театр фестивалінен оралдық. Өте жақсы қарсы алды. Атырау халқы, жалпы көрермен жақсы қарсы алды. Біз енді Атырауға барғаннан кейінгі сол жердегі біздің Махамбет атындағы облыстық драма театрының әріптестеріне үлкен рахметімізді білдіргіміз келеді. Бізді жақсы күтіп алды, сол қасымызда жаңағы бүкіл жағдайымыз жасап, әріптестеріміз қасымызда жүрді. Ой, пікір бөлістік, театр туралы, жалпы біздің мамандығымыз туралы 6 облыстан 6 спектакль қатысты. 6 үлкен Еранғайып ағамыздың жазған шығармалары бойынша барлығы бірінен бір өтетін жақсы шығармалар. Енді Еранғайып ағамыз енді біз жарнама жасамасақ та қазақ халқы жақсы біледі оның. Тек қана жазушы, тек қана ақын ретінде ғана емес, драматург ретінде де қазақ театрларының көп үлес қосып келе жатқан ағамыз. Мәселе енді ол бәйгеде емес. Ең басты мәселе театрлардың бас қосып, осындай фестивальға қатысып, бірмен бірі сұхбаттасуы, актерлардың, режиссерлардың бір-бірлерінен пікір алысуы, обмен опытымен дейміз, бұл өте керек нәрсе ғой деп ойлаймын. Сондай бір жақсы ұйымдастырылған нәрсе болды. Осындай нәрселер көп болса екен деп ойлаймыз, осындай фестивальдар. Актер ешқашан да партнерсіз, өзінің әріптестерінсіз ешкім емес. Сондықтан да мен біріншіден әріптестеріме рахмет айтқым келеді. Қалай ойнадық, оны көрермен бағасын береді. Сол жерде жюри мүшелері бар, солар бағаларын береді. Меніңше өте жақсы жүрді. Өйткені залда ине шаншар орын болған жоқ біріншіден. Екіншіден біз енді өтірік айтқандығым емес, өйткені әріптестерім қасымда тұр, мақұлдайды. Біз 5 минуттай сахнада тұрдық, біз жіберген жоқ көрермен, қол шапалақтың астында болдық. Облыстың әкімі келіп қатысты, спектакльді келіп көрді, үлкен бағасын берді ол кісі. Соған қарағанда спектакль жақсы өткен сияқты.